Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы. Сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде quantifiers деп аталатын сөздер тобының және басқа түрлері жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Quantifiers'тың үшінші түрі more than you need. Яғни бізге қажет шамадан әлде қайда көп мөлшерді сипаттау үшін қолданылатын сөздер. Ол үшін біз many және much сөздерінің алдына to деген сөзді қосып жазамыз. Мысалға, there are too many cars in the city. Қалада машина шектен тыс көп. Екінші саналмайтын зат есіммен қатар қолданылатын much сөзі. You put too much sugar. Сен қантты шектен тыс көп қосып жүріпсің дейді. Яғни бізге керек шамадан әлдеқайда көп болғандығы үшін to сөзі жалғанып тұр. Егер бізге керек шамадан әлдеқайда көп емес жеткілікті дәрежеде болатын болса, онда біз enough сөзін қолданамыз. Do you have enough money to buy a camera? Камера сатып алу үшін сенде жеткілікті ақша бар ма дейді. Enough жеткілікті, too much, too many. Әлде қайда көп немесе шектен тыс көп. Заттың мөлшері нөлге тең немесе жоқ таңқасы болған кезде біз қандай сөздерді қолданамыз? Жағдайы, аяулым doesn't have any money. Аяулымның ешқандай ақшасы жоқ дейді. There are not any people. Бұл жерде ешқандай адам жоқ. Any сөзі сұраулы сөйлем кезінде де қолданылады. Do you see any animals in the picture? Сен суреттен қандай да бір жануарды көріп тұрсың ба дейді. Any сөзі тек болымсыз және сұраулы сөйлем кезінде ғана қолданылады. Оның беретін мағынасы ешқандай немесе қандай да бір. Келесі B жағдайы, there is no place to sit. Бұл жерде отыратын ешқандай орын жоқ дейді. Бағлан has no girl. Бағланның қызы жоқ дейді. Қарап тұрсаңыздар, етістік болымды болғанмен no сөзінің тұру себебі сөйлемнің мағынасы бір нәрсенің жоқ екенін білдіруде. Мағынасы жағынан болымсыз, бірақ етістік болымды болып табылады. Оның себебі алдыңғы сабақтарымызда айтқандай ағылшын тілінде екі орысша айтқан кезде отрицанияның қатар тұруы мүмкін емес. Не there are not any деп айтылады, немесе there are no деп no сөз қойылады. Егер no сөз қойылса, онда етістік болымды болады. Егер any сөз қойылатын болса, онда етістік сәйкесінше болымсыз болуы керек. Үшінші жағдай, are there any eggs at home? Үйде жұмыртқа бар ма дейді. None. We've run out them all. Жоқ, біз олардың барлығын тауысып қойдық дейді. None деген сөзді біз бір нәрсенің жоқ екенін білдіру кезінде қолданамыз. None сөздің ерекшелігі ол өзімен бірге зат есімнің де мағынасын қоса алып жүреді. Яғни ешқандай жұмыртқа қалған жоқ деген мағынаны білдіріп тұр. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да өзекті тақырыптар жайында сөз қозғайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше